Ескі әдісті қолданып шаршадыңыз ба? Сіздерге сабақта қолдануға арналған ең жаңа әдістерді ұсынбақшымын. Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздерге сабақта қолдануға арналған 7 әдіс түрін ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, пайдалы болса достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Біз бастаймыз. Флешка әдісі оқушыларды топқа бөлген кезде қолдануға болады. Әр балаға флешканы бересіз, астындағы қабатын алған кезде бірінші, екінші, үшінші топ деп шығып тұрады. Осылай балаларды оңай әрі тез топқа бөлуге болады. Топқа бөлуге арналған келесі әдісіміз қан қызы деп аталады. Қоңыз осылай қанатын екі жағына жайған кезде астынан бірінші, екінші, үшінші, төртінші топ деп шығып тұрады. Осылай балаларды топқа бөлуге болады. Үшінші әдісіміз күн көзін ашу әдісі деп аталады. Бұл әдісті жаңа тақырыпты ашу барысында қолдансаңыз болады. Сұрақтарға жауап бере отырып бұлттарды сейілтіп күннің көзін ашатын боламыз. Келесі әдіс түрі іздер деп аталады. Бұл іздерді сіз шығарып алып еденге қоясыз және бұл әдісті жай сөйлем түрлеріне, құрмалас сөйлем түрлеріне немесе тыныс белгілерін меңгерту барысында балаларға қолдансаңыз болады. Мысалы, егер бала нүктенің қасына тоқтаса, хабарлы сөйлем, сұрау белгісінің қасына тоқтаса, сұраулы сөйлем, леп белгісінің қасына тоқтаса, лепті сөйлем, үтірдің қасына тоқтаса, құрмалас сөйлем айтып, осылай ойында ары қарай өз қиялыңызға қарай өзгерте бересіз. Келесі чемодан әдісі. Бұл әдісті кері байланыс ретінде немесе балаларға жаздық, қыстық киімдерді үйреткен кезде қолдансаңыз болады. Келесі қызық әдістердің бірі лифт деп аталады. Бұл әдісті өзін-өзі бағалау барысында қолдануға болады. Жетінші әдіс серпілген сауал. Бұл әдісті тек сұрақ қойып қана емес, антоним, амоним, яғни сөздердің мағынасын немесе дауысты, дауыссыз дыбыстарды меңгерту барысында қолдансаңыз таптырмас әдістердің бірі болып табылады. Сіздермен болған Әсем Нұр. Каналыма тіркеліп кетіңіз, пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.